Япуда барып қайттық. Үлкен біз үшін деңгей. Шын жүректен өте қуаныштымын осындай жетістікке жеткеніміз үшін. Арнайылап қонақ ретінде президиумда көрсеттік. Былай қарасаң, жалпылама түрде алсаң, жетістіктер бізде мынандай да, сен когда барасың бір жерге, и сол жерге барған кезде сенің жетістігің бір халықаралық дәрежеде болғандықтан мини-футбол ашық есік күнінде айта алмайсың ғой, олар қанша дәстүрлі. Бірақ біз ең үздік адвайзер, ең үздік студенттік топ, студентті 5 миллион қарсы жуық инвестиция бөлдік, және де жас сұңқар өзін басқару ұйымын айттық. Одан бөлек Ыстықкөлге жіберген, жалпы Дубайға жібергенімізді алдында сол форматтардың бәрін қарастырдық. Біз үшін үлкен жетістік бір жағынан. Алда уақытта және де бізде Игорь Котловский басшысы. Бұдан кейін бізде президиумда Япудың президиумы бар. Президенті МГУ-дың профсоюзының төрағасы, ал вице-президенті бізде мына жерде исполняющий директор бар, 3 вице-президент бар, ал қалғандары заместитель председатель болып сайланады. Ал мен Қазақстанның атынан как председатель болдым сол жерде, ал бірақ жалпылама алған кезде Япудың зам председатель болдым. Айдана Дәуренқызы, Әлия Қарағожаева, жалпы Айдана Сыдықова барлығының суреттер көрсетілген. Сіздерге арнайлап және де енді өздерінің блокноттары арнайы устав болды. Екінші форматта Қырғызстанға барған кездегі ощущение ол өткен бөлек. Қызықты факттардың бірін айта өтейін. Қырғыздар тумен жарысады екен. Тұраттар жақта екі жақта тұр. Бұл не үшін дәу десе, біз тумен жарысамыз дейді. Олардың қырғыздардың туы биік болу екен. Сөйтіп дәу центральный паркте үлкен ту тұр да, ол ешкім тисе қоймайды, бірақ екі адам күзетіп тұр соны. Таң қалдым мен. Туды күзетіп тұрады екен. Екінші кезекте мынандай бір қызықты факт болды. Мен Қырғызстанға барған кезде менде патриотизм қатты болды. Өйткені мынандай да, сен барасың, ар жақта Лениннің несі площадьта тұр, бірдеңе деген орыстардың ғалымдары тұр. И ойландым да, не үшін бұлай жасайды екен, не үшін бүйтеді екен деген секілді. Одан кейін біз Бейнұр екеуміз барған кезде мынандай факторға тәнті болдық негізі. Сол патриотизм форматына сәл біздің қазақтар кәдімгідей патриот екенбіз негізі. Қырғыздар да кәдімгідей төбе көтеріп жүрді. Мен ойладым негізі. Чекист Айтматов айтты, Манас айтты, болды. Қалған батырлар қайықта деп қойырмын, сонда бізде рахат қой, Бүгінбай, Қабанбайды кете бересің ғой, сол факттар болды. Одан кейін ощущение енді шынымен өте керемет болды, демалдық. Бейнұр бар, өздеріңіз көріп отыр, историядан жалпы көріп отқан жарыстар. Келейікші деп, сіздерге қонақ болып ретінде келейікші деп, арнайлап келесі апта келейін деп жатыр. Профсоюз бар, ол жақта тоже кәсіподақ үлкен дәрежеде. Бірақ ол жақта байқасаңыздар, Япуда бәрі үлкен, ең жасы мен, әдемісі Қажығана аппаратында. Сондықтан сенімде де біздің Қазақстанда дәл сондай. Біздің сұңқардың бір ерекшелігі, төрағасы міндетті түрде студент болу керек, магистрант болу керек деген секілді. Яғни студент форматында жүру керек. Келесі кезекте енді сіздерге айтылатын дүниелер, қазір бүкіл жұмыс процесіндегі дүниелермен қазір орынбасарлардың бәрі айтатын болады. Сол бойынша тікелей жұмыс жасаңыздар. Процестің барлығы бұл жерде бізде мозговой штурм болу керек. Кәдімгі идеяларын лақтырып мына жерде, мынау бізде мынандай нәрсе болмай жатыр. Медфакта осындай нәрсе жоқ, маған мынандай көмек керек. Журфакта осындай болып жатыр деген секілді. Бұл жиналыс сендерге ұрысып орындарынан тұрғызу форматында емес. Дұрыс түсініңіздер. Менің өзіме де, мысалы, бұл өзіме жаныма тиіп жатқаннан кейін ғана. Сосын төрағалардың арасында Аяна молодец, Қайрат алда келе жатыр. Қалған факультеттер әлі байқаған жоқпын. Биофак жылжып жатқан сияқты алға кішкене. Ал қалған факультеттерді енді байқап жатырмын. Қалғандарыңызға сын, осы 3 адам үшін бір қошемет көрсетіп қойсақ. Бюроны келесі ай, қазан айының соңына анықтайтын боламыз. Ал бұл жасаған жобаларыңыз жалпы қыркүйек пен қазан айының нәтижесі сол бірге саналады. Сол кезде кім жеңіске жетеді, сол шынымен де үздік кәсіптік бюроның қазан айында жеңімпаз болып саналады. Ал қалған төрағалар, байқасаңыздар, бізде 9 төраға
екінші курс, қалған бесеуі үшінші курстар екен. Ол сіздерге бір жағынан үлкен жауапкершілік. Екінші курстар өйткені бәріңіз Сұңқар академиясында болыңыздар, сонымен жұмыс жасадыңыздар, сонымен әрекет етіп келе жатсыздар. Но сіздерге артылар сенімде көп нәрсені ерте келдік деп еркелеп кетпеңіздер. Мен барлықтарыңыз қарап отырмын, қарапайым афишаның өзінен дұрыс нәрселерді жасамағансыздар. Қазір түгел жұмыс атқарылған жұмыстар бойынша не істедіңіздер? Барлықтарыңызға қайырлы кеш, көшбасшылар. Бізде ең бірінші бағана айтып өткендей афиша жағынан негізі біз деген айтып жатырмыз ғой, маған немесе Гүлімге тексертіп болғаннан кейін барып салыңыздар деп. Мынандай жағдайда болып жатыр да, мысалы мен өткізбеген афишалар қазір Сұңқарға түсіп жатыр деген сияқты. Сол үшін мен егер өзгерту керек десе, оны өзгерту керек. Біз бұл жерде бір ойдан біз өзімізге ұнайтын нәрсені алып отырған жоқпыз ғой. Уақытымен салып отырсаңыздар, уақытымен жіберсеңіздер, мысалы бүгін кастинг бола ма, маған бүгін афишаны жіберудің қажеті жоқ. 2 күн бұрын жіберіңіздер, чтобы өзгертіп те үлгеру үшін басқа да деген сияқты. Мини футболға қатысты қазір сіздерде уақыт жағынан 18-і максимальный срок, 18-не дейін барлықтарыңыз өткізіп тастасаңыздар. Қалғанын сейткерінен сұрап аларсыздар, ол анығымен түсіндіріп айтады. Және де қай кәсіптік бюролар мини футболды өткізіп болғаннан кейін сразу Декан Кубогы КВН ойындарына афишасын барлығын тіркеуді бастап кетсеңіздер. Келесі бізде кезекшілікке негізі біз айтып отырмаймыз ғой, ертең сіздер кезекшісіздер кабинетке келіңіздер деп. Кезекшілікке уақытымен келіп жүрген жоқ, және өткен аптада кезекшілік видеосын тек тарих пен геофак қана жіберген, қалған факультеттер не үшін кезекшілік видеосын жібермегенсіздер меруертке. Қазірдің өзінде мысалы ФФИП ғана жіберген осы аптада и биофак жіберген. Кеттік. Қандай сұқтау? Негізі тиктокта салынып жатыр, бірақ күнделікті салып отырсаңыздар, аптасына 2-3 видео деген ол рекқа шығу негізі қиын есе. Бір шықсаңыздар, келесі видеоларыңыз шығып отырады, сол үшін күнделікті салып отырсаңыздар. Тиктокпен бірге SR Collection'ның несін алып жүру керек. Имидждік видео деген сияқты, фэшн видеоларды. Бұның барлығы ертең бұйырса үздік кәсіптік бюроға әсер етеді, сіздердің белсенділіктеріңізде. Келесі хабарлайтын нәрсе, 18 күні осы айдың біз бұйырса Көшбасшылар академиясымен театрға барамыз. Ол әрине сіздердің белсенділіктеріңізге қарай, махаббат қызық мол жылдар қойылымына. Афишаларға байланысты әрбір афишаларды командаға таратып историяға салынса, тек қана мысалы бір факультеттікі болады, сол факультеттің адамдары емес, басқа факультеттер бір-бірлеріңіздің историяларыңызға, командаларыңызға таратып және қолдау ретінде көрсетіп барсаңыздар. Одан бөлек сіздерге айтатын бір ескерту, афишаларды жібересіздер, бірақ андай минустарын айтсам, мысалы бола ма, осылай салына берсінші емес, кәдімгідей маған дұрыстап жіберсеңіздер, мен қайта мысалы оны айтып ескертіп отыратын уақытым жоқ. Сол үшін желательно айтылды и сразу өзгертіп жіберіңіздер. Одан бөлек бізде ешқандай шараны бұдан былай жатақханада ұйымдастырмаңыздар, барлық шаралар факультетте ұйымдастырылсын. Жалпы осы, одан кейін бізде тыңда музыкамыз бар ғой, соны барлық жерде қосылса, әнұран ретінде, себебі басқа музыкалар ауысып кетпесін. Сол, осы бәйден. Нелерші кастингтер бәрі дұрыс болады? Кастингтері осы апта өздері келісіп, қайтпақ қойып, алыретларды отырмыз. Жоқ, кастингтері осы апта өтіп жатыр, бізде футбол басталды. Кастинг өткенде мен көріп атқан жоқ қой, журфакты ғана көрдім бүгін. Осы апта олар кастинг алдын апталық полный факультет. Сізге неше адам қосылды? Ауыз толтырып айтатын адам бар ма? 7 адам. Неше адам қосылды? 7-ден. Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Алдында 2 департаментке 2 факультет бөлген болатынбыз. Және де әлеуметтік даму сіздерге және жұмыс істедіңіздер ма, не істедіңіздер? Департамент бойынша. Жұмыс істеген өзің сұрамадың ба сразу? Жиналыста. Жиналыста сразу нәтижесін айттыңдаршы. Мен айттым ба? Алдында айттым ғой сіздерге психологпен сөйлесіп. Психолог жағында сөйлесіп. Не дейді ол кісі? Психолог кісі
bir kişi бас тартты, bir kişi жаңағы Бас тартты дегеніңіз? Бас тартты болғанда үш рет бардым да кабинетіне. Үш рет бардық, үшіншісіне де жауап тұрды. И басқа кісімен өзіме сабақ Қашан ашылады айтшы, мен бара салайын. Өзіме беретін психолог апаймен сөйлестім, ол кісі көремін деп қарасып көрейікші деп. Жақсы, жауабын айтсаңыздар, осы саптан аяғына дейін. Және де әлеуметтік және... Бұл саптан аяғына емес, бүгін рет дейді. Бүгін ашылады, барып көріңіз. Мен барсам ашылады бірақ ше сол. Екінші департамент бізде әлеуметтік және қаржы департамент, ол бізде эконом Қайрат сізге тапсырған болатын. Қайратпен алдағы уақытта жұмыс жасаймыз, SR Collection бойынша. Алдағы уақытта 10 күн өтті ғой şu. Айтатын Ане видео түсіріп келесіде дәл өйстіп ойлаймын. Мен канал аштық, алдағы уақытта қаржы соған қарай материалды жинап жатырмыз. Алдағы уақытта Казмусумқа дейін сапар Жалының өзі? Жоқ, материалды тоқтатып, алдағы уақытта сол Казмусумқарға Не материал? қаржы жағынан, қаржылық сауаттылық жағынан бір айдар түсіретін болады, өзінің студенттерге пайдалы болатын дүние. Жақсы, көремін мен. Среда күтемін, ертең среда. Сосын SR Collection имиджді бөлінген толстовка жайлы алдыңғы жиналыста айтылған болатын, сіздерге толстовкаларды алыңыздар төрағалар, жаңадан келген төрағалар сіздерде жоқ деп. Бірақ бізде Қайрат эконом 6 толстовка алды, молодцы. Және де биофак біз 2 толстовка алды, қалған факультеттер алмады. Енді қалған факультеттер төрағалар сіздер келесі толстовкадан алсаңыздар, тездетіп бірінші курстарға барлық командаға жақын уақытта шығарып жатқан толстовкалар. Жақсы. Молодцы, Қайрат. Қайрат ауысқан дұрыс болды негізі. Жан өш қамандар бірақ. Ал, төшпейміз. Сәттілік мен үшін 2 фаворит қазір журфак пен эконом. Бізді кәсіптік береді. Қалғандарыңыз сәттілік қоямыңыздар. Қайырлы кеш достар. Көргеніме қуаныштымын. Бізді клубтар жайында коммерческий ФМО жетекші тағайындаңыздар. Сіздерге команда енді реттеліп жатыр. Шабытқа Восток қоса деймін, командасын қабылдағаннан. Және де студентскайға IT, ФМО, ИСТФАК, Восток, Медфак осы факультеттер жетекшілер тағайындасаңыздар. YouTube канал бойынша Медфак, Физтех, Восток, IT, Биофак, ИСТФАК, ФМО жетекшілер тағайындасаңыздар. Телеграм канал бойынша тұлғалық дамуда ФИФАК жұмыс атқаруда. TikTok бойынша жаңа ескертіп өтті. Физтех сіздерде не үшін жоқ? 46 адам ішінде. Ол бірінші курстар, екінші курстар көп болса керек. Мен үшін физтехтан қазір 2 адам бар сияқты. Біреу Ақжол, біреу сіз. Қашан шығасыздар? Шықсаңыздар, кішкене бейт, мықты өмір бар ғой. 46-дан басқарамасаңыздар не үшін жүрсіздер? Ұйымдар айтады алдында, сенде неше адам, менде 1000 адам, менде 800 істеп жатқан жобалар, 800 адамның істейтін жобаларымыз. Жылына бір проект жоба секпе өткізеді, оның өзі бұлжырап. Командада қанша адам? Бізде қазір 20 адам. Екінші курс. Жаңа 46 деген жазылған адам. Жақсы, ертең шығарыңыздар. Просто ол өздеріңізден деңгейлеріңіз, достар, шынымен де. Ертең шынымен де сұңқарға сіздер бүйтіп беріп жатсыздар. Инвестиция, ресурс беріп жатсыздар. Басқа хабарландырулар бар ма? Мына жақта. Достар, енді бір сіздерге бір керемет видеоны көрсетсем. Бұл видео негізі жасалған, мүмкін көргенде шығарсыз, бірақ мен үшін өте ыстық видеолардың бірі. 2022 жылы 25 қаңтарда түсірілген. Қайырлы құрметті достар, 2022 жылы барыс жылы. Достар, өздеріңіз көріп отырғандай, бүгінгі концерттің форматы ерекше, себебі Сұңқар Сүмтөре магистранта кәсіпорнына жан-жақтан сыйлық қонақтарымыз арнайы құттықтауға келіпті. Концертіміздің басы қызықты видео басталып, ендеше назарларыңыз экранда болсын. Zirvede bundan attım
Кызықты, аяулы да, мен үшін ең қымбат отбасы болған құтқарықтар. Баршаларыңызды келіп баршылы 2022 жылмен шын жүректен құттықтаймын. Ағымдық жылдарыңызға шығармашылық табыс, күндеріңізге татулық, бақ береке, бақ дәулет тілеймін. Әр бастаған бастамаларыңыз армандарыңыздың орындалуына себепші болсын. Жаңа жылдарыңызда түргінің тұқымымыз керілген ай астында олып тұрып, алдарыңда саңлақтай қайта келдім көрсетіп самұрықтай біліктілік. Қал көтерген толағай болмасам да тең келмейтін ұлыммен қырық жігіт. Мен негізі бақыт құсы символы ем, ғашық еткен талай қызды күліп тұрып. Өз сұлуларды байқағанда жүректерін жаулаған жылықтырып. Бірлікпен ортақ болсын, жетелік бізді тек Алла. Біз бірге бірдейдің баласындай, қол ұстасып таңдалмай, жылжимыз сонда тек Алла. Біз бірге бірдейдің баласындай, бірлігімізді сақтай, жылжимыз сонда тек Алла. Бәріміз бірге Қазу бұл ортаға біздің қош келдің, соңғадай тылсың. Айтқызбай ұққан, мінезбен жұққан, негізі мақтаның бәрі соңғардан шыққан. Тыңда, жұратқан әнді тыңда, қызыққа толы біздің әлем, сұңқарлық атмосфера мұнда. Келесі кезекте адамның әркімнің өз бір арман мақсаты болады, бір жеткісі келеді, сол нәрсені, көп нәрсені бір армандайды, жақсы нәрсе болғысы келеді, ол бала есекет. Басынан бастайын. Өмір деген белгілі бір сәттерден тұрады достар. Жаңада көріп жатсаңыздар, ол қайталанып келмейді. 2016 жылы сол Бағдәулет армандап қазуға келді. 2020 жылы магистратураға түсті. Өмірде величайший шоумен, өте бір адам болады, бүкіл атмосфераны ауыстырып жібергісі келді. Ай жақта жүгіріп келді, намын өзгертіп, давай біз мықтымыз, давай осындаймыз. Сендер мықтысыңдар, сендер үздіксіңдер, давай келіп жүріңдер. Сондай бір адам болады. Адам көп армандай білу керек. Бізді тоқтататын, бізді құлататын нәрсе ол армандай алмаған әсері. Армансыз адам ол қанатсыз құспен тең. Қандай дәрежеде болса да біз тоқтатпау керек дейді. Бағдәулет тоқта десе де тоқтамаңдар. Кет бара ғой, тұр ғой, жұлқалы уақыт жүріңдер. Ешқашан тоқтамаңдар. Төраға болып келген кезде 4-ші курстың барлығы жүгіріп өтетін сега. 3-ші курста кәдімгідей мен нағыз инноватор, креатив сол жағын жақсы көретін. Жаңа уақыт келуге тырысатын. Қазіргі нәрсе қазу студиясы болсын, планшет эстафетасы деген нәрселер болатын. Көп тырысатын, көп нәрсені жасауға тырысатын. 2020 жылы төраға болдым. 4-ші курста мен ойлайтын, төраға сұңқарда қалғым келетін. Но сен төраға болуың керексің факультетте. Мен ондай дәрежеге жете алмадым, өкінішке орай. Но мен жаңа бір нәрселерді алып келдім. Қазір сіздер келіп осындай жүргізеді. Ана нәрсе жаңаны YouTube каналға сөйтіп келгенде, бірақ Құдайдың маған сондай бір бұйырып тұрғаны өте қызықты болды да. 4-ші курс, 3-ші курстың соңына қарай бүкіл төрағалар болса да, мен координатор болсам да орынбасар болып сайғанмын.
мен үшін ол үлкен жауапкершілік, үлкен құрмет болып келіп отырамын деп. Одан кейін тағы шабыт шығармашылық жастар клубы, одан кейінгі төраға болған кезде де тұрды да Бақдәулет бітті ол кетіңдер деп. Карантин болып кетті. Не мутанттан алысқа қалған жоқпыз, не ешкімнен алысқа қалған жоқпыз, не бізді ешкімде құттықтаған жоқ. Келіп олжас деп құшақтаған ешкім жоқ. Мысалы өзім сөйтіп бітірдім. Вальс жоқ, қолда сүйек арман, бітіре алмадық, масқараламадық. Төраға болдым, жауапқа келіп, Бақдәулет сен төраға болуың керек. Не только төрағалық деген ол маған мен өзімді, мен болмасам кім деген нәрсені мен батырлық жағынан алып келдім де. Өйткені Сұңқар действительно андай ғой, бәрі тастай салып дейді. Жаңағы кемеде жүрсе, сен бата бер деген сияқты сондай нәрсе. Обращение бүкілінде солай болып кетті. Жоқ, мен тұра болдым. Ол Сұңқарды аламын өзім. Жауапқа мен Сұңқар студенттері магистранттар кәсіподағының төрағасы бәлен түген деп айтпаса да, ертең өйткені 2 жылда карантин бітпеуі мүмкін. Бірақ мен осы Сұңқардың төрағалығын алып, абыроймен аяқтаймын деп айтқан болатынмын. Келдім, алдым, қолымнан келгенше тырыстым. Зумда отырамыз, бәрі отырады. Зумда сен жиналыс өткізесің, отырасың. Қоспайды, сол кезде айтатын нәрсем. Қоспағандардың бәрін өшіре салды деп айтады. 15 бір семестрде 15 жиналыс болса, 15-ін бәрін өткізген. 32 жиналысты өткіздік, 102 жоба жасадық. Республикалық дәрежеде Аймағамбеттің қолынан Астанаға барып, бірінші орын алып келдік. Тұрдық кәдімгі. Сұңқар ақтауында но Сұңқар ақтауына балдарым кетіп көп кіріп келдік ана жерден. Оның өзі үлкен бір жеңіс болды. Бір проблемадан туған нәрсе, екінші нәрсеге үлкен мүмкіндік алып келеді. Көп тұрсасың, аны істейсің. Соның арқасында бүгін осы жылы мен яғылмайтын жарым, келесі точно деген нәрсе болды. Дайындадым да бір жыл бойы. Өйткені лишний жаңағыдай адамдар болды. Басында төрағалық келген кезде сыйламады кәдімгі. Сөйтіп тұрдым да мен полный төраға боламын, басқа боламын, бәрін өшіріп тастадым. Сол көздеген нәрсем өзіме жауап қандай нәрсе болды. Біз сияқты ойлай алмайтын, біз секілді жүре алмайтын, біз секілді дисциплина жүре алмайтын адам бізге де керек емес. Өйткені түсіндім мен, когда сен тырысасың, но енді давай бидай секілді жемісін алатын кезде ол адам қасымда болмайды. Деп андай бір жаман әсерде қалғам. Адамда қай дүниені алып қарасақ та, екінші этап менде өз проблема форматында болды. Проблема азында келеді, тұрады да етіп, жүгіріп келеді, бүйтіп алы дейді да. Азында звондайды, болмаса төраға оңай дейді, оңай. Мен барып тұратында андай отказ айта алмаймын аналарға ше. Тұрамында баруым керек кабинетке. 6 адам жүреміз біз. Ажар мен сол 5-6 адам бар. Оларға күн көрсем, одан кейін вақтайсыз ұрсам, басқа жоқ. Төраға болам, командам жоқ қой ше. Ректоратта өзім барам. Керек емес төраға өзім. Ана неде төраға неде тұрам, келеді проблемалардың барлығы. Қай формат алып келсек те, екі жақтан өткізе алмаймыз да. Ажар келді, ажақтан. Өте қызықты. Одан кейін балдарым келе бастады, Аружан келе бастады. Біз тырыстық қолдан келгенше. Мен ажар сол үшін де жақсы көрем, ешқашан тастамаған. Тастамайды да 2020-21 жылы төрағаларды көтеруге қатты әсер еттім да, орынбасарларды көтеруге деп совет директоров деген нәрсені алып келдім. Орынбасарлар қалыптасу керек бізге деп. Әрқайсысына ажармен отырдым, Аружанға отырып, екеуін екі жаққа бөлетін. Ажарын істеген Аружан істемейді, Аружан істеген ажар істемейді. Сөйтіп хатшыларды кіргізе бастады, состав келе бастады. Сұңқардың төрағасында не үшін кабинет ауыспайды деген бірінші сұрақ болды. Кабинеттің нені форматтарын ауыстыра бастады, жиналыстар, қай жағын алып барасың да. Сөйтіп күніге 2 жылда, жаңа жылда туған күнде бердік. Одан кейін екіншісі Сұңқардың кабинет форматын ауыстыра бастады. 4 жылда, өз 2 жылда 4 рет ауыстырған екен. Bir семестрде ауыстырып қалған. Былай қарасақ, көп нәрсе сіздерге көрінбегенмен көп проблемалар болды мына жақта. Жұлдызапенқызы бар, Масалиева бар. Мен төраға болған кезде 2 ректор, 3 проректор, 4 км жетекші салысып отырды. Мен константтамын деді. Келесі кезек менде 2020-2022 жылы менің ең андай қалай айтсам болады, жаңа форматқа, жаңа идеяға армандап келген Бақдәулеттің нәрсесі болды.
онлайн офлайн аралас. Мен қуандым, мен командам болалы. Филфактан келе алмады, но 7 факультет бар, мехмат солар болды. Ну давайте нан жасайық, ұйымдар жәрмеңкесін істейік, жаңа мақсат форум істейміз деп шықтық. Ректор клубын ұйымдастырамыз деп ұсыныс тастадым. Ана проректорлардың көзін көрсеңдер ана жерде, саған отказ етіп қайтпайсың ғой ана нәрселерді. Никаксыңдар ана 11-ші этажға 1 ай уақытым кетті. Ректорға 6 рет алдына барып отырдық біз. Отырдық, кіргізбеді, 1 рет барам, 2 рет барам, 3 рет барам, 4 рет барам, уақытым бара солай кетті. Алмай үсті бастадық. SR Collection алып кеттік былай. Давайте осыны істейік. Қазан айында давайте филиал ашайық. Біз үшін өте үлкен нәрсе. Келдік, давайте өзін басқару ұйымы арманым ішінде. Тұрдық та бүйтіп шаш жеп келді да, жас сұңқар өзін басқару ұйымы құрды. Самый лучший форматта жүретін жалпы қай бағытты алып қарасақ та бұл ешқайсысы қайтпады негізі. Келесі форматта студентскай ашуға тырыстық. Медиаклуб. Оның барлығы сол 2018 жылы YouTube каналының арқасында. 2018 жылы балдар тырысты. 2019-да жинап 5.000-10.000 подписчик. Тағы 5.000 жинап 15 болып сөйттік та. Давайте YouTube'ға жинайық дейміз да, олжас тұрады да 15.000 сіздердің арқаларыңызда 15.000 подписчик келеді да 30.000-ға бір-ақ шығады. Значит, мен ойлайтын 100 жылға жету үшін 20 жыл 5.000 подписчик 20 жыл керек деп ойлайтын. 15.000 жинаған кезде 4-5 жылда мен жете алады екенмін. Арманым болатын. YouTube каналдан кәдімгі американский неден келгенде Әл-Фараби атындағы қазақ ұлттық Қазнұр Сұңқар деген нәрсені алғым келетін. Ол мен үшін өте үлкен нәрсе. Қазақстан Республикасы бойынша бірде-бір YouTube канал жоқ студенттерге арналған. Қазнұр Сұңқар студенттерге арналған лайфхак. Алдында да бізді премьер қылып мына жақтан жіберді. Көп жақта мысалы қай жағын алып қарасақ та. Енді келесі этап менде, шынымен де бұл мен үшін өте қызықты шығар. Жаңа видеоны әдейі көрсеттім, өйткені бұл кезде уәде бергенмін. Мен істей алмадым, но жаңа жылға жаңа нәрсе деп қайтып келемін мен деп 2022-ге уәде бердім. Сол уәдені барынша орындауға тырыстым. Тфай келді да бабақты бірден жаңағы полуфинал өткіздік. Полуфинал өткізгенде әрқайсысы өздерінің нелеріне тұра бастады. Ажар Туғанның официальный часты, Олжас неофициальный часты, Дидар ректор клубын алып, Ырыс SR алып. Менде уже реально команда болды уже. Кәдімгі уже реально басқаралым да, мен қай жақтан алып кезді. Давай кеттік деген кезде полный істедік. Сосын біз үлгі болалық барлығына. Балдарым өте мықты болды мен. Не только мықты болды, олар уровень менің артымда любой жол кете алатын дәрежеде. Ырысбек болсын, Дидар, Олжас, Ажар болсын, всегда менің артымда жүреді. Мен любой жақта, мен бұрын ойлайтын, менің мықтылығым, мен кеткеннен кейін де команда, то есть сапарға кетсем, олар алып жүргізе алса, демек олар менің командамның мықтылығы деп ойлайтын. Барынша тырыстық. Осы кезде бізде филиал ашыла бастады, колледжден аштық, мектептен аштық. 8 мектепті, 6 мектепті біз сол уақытта ашып үлгердік. Олармен жұмыс істеп үлгердік. Тұртта бізде Мандоки атындағы мектеп Аймағамбетовке жас сұңқар білім және ғылым министрі кезінде Аймағамбетовке өзінің есімін ұсынды. 20-ші мектеп Тұртыда областной слет өткізді оқушылардың арасында. Бұл өте үлкен, бір жағынан үлкен жетістік болды. Тұртта Есенер үлкен байдың балдарын шақырттық барлығын. Ақша болса да, басқа болса да, байдың балдар тұртта бізге 150 мың керек дейді. Давай кеттік. SR-ді бастап қойды. SR-ден түскен ақша байдың балдарына кетті да, ақша айналып жүр ортада. Полный нәрсені Ырысбек қана біледі. Сөйтіп жүрген кезде тырыстық. Нан берейік, давайте деген кезде. Есенер үлкеннің өзіне тұрдықта самолеттен несін алып берді. Келді, күшті өтті. Не только біз ойлағанда дәрежені. Кірдік, директордың 2,5 адам отыр. Менің өзім ана жерде шоктым. Шақырмаған қонақтардың бәрі жүр ана жерде. Значит, адамның уровені басқа екен деген. Сөйтіп тұрдықта, давайте ерекше болсын, ең үздік кәсіптік бюро 7.000 теңге берейік депті. Бірақ налар тұрды, керек емес, деп сонда 30.000 болды. Сөйтіп қазуда Сұңқарда жалпы Сұңқар Awards деген премия форматында берейік те бар. 50 адам бар, мысалы 30 ұйымдастырылса, мысалы барлығына берген сияқты боласың. 15 премия болса, 15 факультет төрағаларға Сұңқар Awards өткіздік. Өте үлкен дәрежеде өтті, барлығы қуанды. Арманым 3 жыл болды. Тұрдымда, давай балдарға ыстық көлге жолдама берейік деген. Қой, мүмкін емес нәрсе, бірақ мен на принцип тұрғадым. Проректордың алдында 7 күн жүргенше жоқ, мен балдарым барады. На принцип тұрғадым. Жоқ, кім болса да
Бадәулет тұр да сен руководителмен бар, анау мынау дейді. Болды онда. 74 адам бөлек барсың, бірге бару керек. Айдама, бірге бар. Тұрғалым, до конца тұрғалым, не істейді екен деп. Оны тыңдадым. Ыстықкөл мен үшін өте сіздерге 2 жылдағы істеген еңбектеріңіздің нәтижесі ретінде арналған бәріңізге берген менің шынымен өзімнің сыйлығым. Ол театрдан өте көп форматта. Бұл часть біз үшін өте ыстық, әрі звездный часть деп білемін. Сұңқардың көп нәрселерді алып келіп, ең үздік студент байқауы дүниеге, ең үздік адвайзер емес дүниеге, ең үздік студент. Бұрын шұғылап келіп қарасам, ең үздік студент пен Сұңқар клубы КВН ойындарының арасы 1 ай болған. Дайындықтарының 1 ай кеткен. Ал менің кезімде жоқ, давайте. Үздік студент, адвайзер, студент әрқайсысы 1,5 миллион, ректор клубы 1 миллион. 4 жолдасбекті алғанбыз ғой тоғы. Арманым жолдасбекпен 4 рет концерт беру болатын, ұйымдастыру. Бұла қалай жететін білмеймін әйтеуір. Бірдеңе істеймін, Қайрат Нұртастар шақырып бірдеңе деген, 2 жұлдыз деген жобаларым болады. Казмустарсты сояққа жеткізем деп ойлайтын. Жетіп тұрамын да, ниетім бірақ 4 не болды. Дейді, ректор клубы келіп, бабақ кіріп кетіп. Әрекет еттік, нәтиже болып. Сұңқар студенттер магистранттар кәсіподағының 23 жылдығы 1-ші рет ұйымдардың арасында ректорат деп өтті. 14-ші этажда, 15-ші этажда. Келесі этап менің бұл өзімнің балдарым Эзді, Ажар, Дидар, Олжас, Ырысбек. Шынымен жақсы көремін бұл балдарды. Өте үлкен форматта жұмыс жасады. Қолдағы келгеннің барлығын берді ішіне. Үлкен дәрежеде тырысты. Мен Қырғызстанға барған кезде де арнайлап бұл өзімнің балдарыма деп бәрін істеп алып келдім. Көтеріп бөлмей, көтердің несі деп арнайлап осылай кармандай ақшаларын көп болсын, бай болсын. Ешқашан мені тұрып қалам, дәстүр. Бәсе қызыл яғып. Өте үлкен дәрежеде алып келді. Алдында балдарын айтамын, Қырғызстанға кетіп баратып, мен балдарым келген кезде шынымен де қатты қуандым. Біреуі бітіріп кеткен өзі, Шұғылапкеннің өзі бұндай жетістікке жете алмаған негізі. Мен үшін өте үлкен құрмет, әрі сіздерге үлгі деп білемін. Келді, шынымен де қуаныштымын. Жаңа леп алып келдіңіздер. Сұңқардың тарихында өшпестей мәңгі қалды деп ойлаймын сіздерді. Не только біз, Бақдәулет деген нәрсе болмады, Ажар деген нәрсе болмады. Біз осылай дәл қанатымыз қалай тұрмын, дәл осылай тұрдық. Бірге кәдімгі проблемалардың бәрі, Ажарда бір нәрсе болса бәріміз баратымыз. Біз мынандай дәстүр қалыптастырдық. Олжастың туған күні болса барамыз. Сыйлық аламыз. Бәріміз студентпіз, ешкім ақша беріп қоймайды. Бірақ тыпай ресторан қоймады, жекасын қоймайсың, кесін қоймайсың. И то таксимен жүресің. Ырысбек ол Сұңқардан бөлек КМО бар, басқа одан бөлек Астанаға баратын, Таразға баратын тойлары бар, одан бөлек барлығына жіберді, барып келетін. Үлкен құрмет, қошеметпен алып келді жаңа жетістіктерді. Үлкен сіздерге үлгі. Бізде музыканы байқасаңдар, новый волна. Мен қазіргі Эздінің өзінің балдарын алып көруге арнайы шақырайын ортаға. Қазіргі бұрынғы деген болмайды. Арнайлар өздеріне сыйлық. Ең біріншіден бізде үйіне барып келді ғой, ортаға бөлімді шақырсам. Сіздерге осындай керемет сыйлық. Мұнда жасым ұзақ болып, ниеті қалыптың азаматшысы болды. Жақсы келесі. Келесі кезекте сейіткерімге мен әрқайсына әртүрлі нәрсе алып келдім. Мынандай Қырғызстанның шекарасын бірден келіп, төрағалыққа секіріп, бірден келіп, орынбасардың осымен отыр. Жан көпті. Келесі кезекте менің көмекшім Амелге осындай жақсы
Alkışlar көп болсын. Осы форматтың қазіргі СД-да сайттар келе жатыр енді. Жаңағы тұрып тұрғандар болмаса, арасында тұрып қоятындар бар. Бинур келді. Бинур енді бар келді ғой, ол соның өзі болып тұр. Үлкен дәрежеде қорап келді. Басқа форматтарға алып қарасақ та, үлкен сеніммен, күшпен, мейіріммен осылай. Бізде СД деген ол үлкен стимул болып келе жатқан секілді балаларға, қай жағынан алып қарасақ та. Сондықтан сіздерге артта сенім көп, қай жағынан алып қарасақ та. Үлгі бар, енді сіздерге тек жұмыс жасау керек. Арнайылап Бинурдың барғанында адам ешқашанда мен мына жерден үздік шығамын деп ойламайды. Мысалы, Бинурда білесіздер, үздік кәсіптік бюроны алды. Бюроны алғаннан кейін оның артында кәсіптік бюроның үздік төрағаны алды. Ойлаған жоқ та, мен де ойлаған жоқ, негізі ондай болады деп. Бірақ Алланың бір өзі бұйыртқан сәті болады. Әрқайсымызға белгілі бір нәрселер себепкер. Гүлімнің де өзінің историясы бар. Сейіттің историясын білесіздер. Айнада ғана енді былай деп қоямын. Әлемнің өзі бір история мысалы. Сондықтан сіздерге де үлкен алғыс. Рахмет жасаңыздар болады. Келесі кезекте сіздерге өзімнің балдарым, менің қарындастарым, осы жерде үш қарындасым бар, өмірде. Біріншісі Ажар деп айтамын, екіншісі Нұра, үшіншісі Дильназ деп дейміз. Ортаға мен Бөлеуанның Дильназды шақырсам. Сіздерге тілегім, әрқашан жақсы дүниеде всегда жүруге тырысыңыздар. Енді сізге осындай нәрсе алып келдім. Аз да болса көптеп көріңіздер. Ғанибет, есетова Ғанибет. Сол форматта Ақнұр Жолниязқызы, Азера Несіпанқызы, Ақсымпат Телефанқызы жаңа келді. Достар барынша қосыла қоссын, бірақ енді сіздерге сол Бішкектен деп, арнайы Бішкектің несін алып келдім, магнетиктерін алып келдім. Аз да осы көпте көріңдер. Келесі кезекте енді төрт жүрісті қамалы ғой, Кел, не деп? Арнайылап, Аяжан кел, сүйен бар. Ортамызға қош келдім. Сіздерге бар одан, көпсі болсын дейсіз. Сымбат кел. Төрт жүрістер бар ма? Шекке бару дейсіз. Келесі кезекте сонша төбелесіп жүрген біздің төрағалар. Сау болыңыздар, сау болыңыздар. Төрағалар дейміз, мойындау керек. Төрағалар сіз ешкім емессіз. Қолдан қыз тоқтып жұмысқа шығамыз, бүкіл ағамыздар ұстап. Қыздар екен. Сен айтпақ. Olmaz. Azira olmaz. Azira kalmayıp basmasın. Galiba alalım. Ülken rahmet söyle Allah. Ülken güçlü, ülken sinirlen. Жақсы дүниеден, жақсы жаңалықпен. Бізге мынандай сыйлық қана берді ма деп жүрмеді. Өзі бәлем айтып үлкен күшпен арнайы сіздерге тыңдаған болдым. Сіздер бол. Президент бүкіл облыстағы нәрселер. Сіздер жаңа бұлдырап жүрсіңдер, бізге бұлдырайды. Қазір бұлдырап жүрміз бәріміз. Сондықтан үлкен күшпен, сеніммен бұлдырап Bomba, төрағасы әдем екен деп Сыйлар күшті мәселе, күшті дүниелерді. Сол бұрыннан келе жатқан Дәурен Абаевтан бастап келе жатқан. Дәурен Абаев шықты ма, демек біздің арамызда министр шығады деп. Құдай қаласа не только министр, президент шықсын дұрыс бар. Шапалығында президент берсін.
келесі кезекте рахмет бере аласыздар. Саған қадір емес. Саған қазір емес болады кезде. Ең сандық белсенді балдар бар. Бұйырса Бішкекке бару жұмыс істейсің. Ебекке береді. Бұл қолдау деп па. Рахимаға берейін, Бішкекке бару жұмыс істейсің. Nereye kalkacağız ama? Aa, canım var diyor. Kalkın almışsınız. Vay! Kıyım yok be. Azol. Ay bak, Ramazan'da Siktir. Hadi ay var. Var mı Dostlar kelesi mündir türde barşalarımıza veririz. Aldığımız yılda dәл olsa келдім. Секра менде андай нәрсе болады. Берем, балдарға қуантам деген секілді. Сондықтан алмай қалсаңыздар, ренжімеңіздер. Жаңа форматта, жаңа күшпен сіздер келмелеріңіз керек. Ең соңғы сөздер мынандай нәрсе достар. Мен екінші курста болғанда қуандым деп айтсам. Бұзырап жүрген үшінші курстан қарағанда қайрат. Мықты болып жүрген екінші курс жақсы негізі, Аяна, айтшы. Сондықтан үшінші курстар сіздерге де үлкен күшпен, үлкен сеніммен бұл нәрсе арылады. Ал жаңадан келіп отқан, қосылып жатқан екінші курста үлкен күшпен, жақсы нәрсемен бәріміз бірге жақсылап жұмыс жасайық. Сұңқардың келесі этабы сіздерсіздер. Сіздер слабый болсаңыздар, уже болды, ары қарай уже еш нәрсе жоқ. Сұңқардың қазіргі деңгейі К-ға қосылдыңыздар ма, ол болды уже. Сендер соның жауапкершілігін сезіне алуларыңыз керек. Бұзырап жүрсең, бұзырап жүре бересің. Жаңа көріп жатсыңдар бұл үш. Респекттердің өзі кетіп қалып, қазір жоқ үш. Сол секілді уақыт өте береді, кете береді. Келесі кезекте достар, самый лучший, самый топ, Сұңқар лезет потолок. Құдай қаласа, Сұңқарда жаңа этап, жаңа күш, жаңа мейірім. Осы уақытқа дейін қанша тырыстым, қолымнан келгеннің бәрін жасадым. 2021-де, 2022 жылысында қатты тырыстым. Құдай қаласа, 2 аптадан кейін Сұңқардың жаңа төрағасы сайлау конференциясы болды, Құдай қаласа. Үлкен дәрежеде қатты қуандым. Мен үшін қатты ұрыссам да ренжімеңіздер, өзім өте қаталым. Сол форматта жүрдім. Менің кететінім ол 2029 жылы даму стратегиясы дегеннен бастап анығы. Ыстықкөлге де сол форматта жүрдім. Келген кезде де жаңа езімі шығарып жібердім. Өзім езімді алып қалып, жаңа езім дайындау да менің үлкен мақсаттарым бірі болды. Қолымнан келгеннің бәрін жасадым. Не только қолымнан келген тырыстым мен өзгертуге. Кабинеттің форматын барлығы, бүкіл жиналыстың форматы, жиналыстың өткізу форматы, жаңа құрам, структура, жоба өте шынымен де Сұңқар мен үшін көп нәрселерді берді. Көп нәрселерді алып келді. Келесі этап сіздерде, достар. Сұңқарда 2 жыл басқардым. 2020 жылы 21-22 аралығында 2 жыл болса, 2 жылда да Сұңқар самый лучший. Біріншісінде республикалық дәрежеде бірінші алып келдік, екіншісінде республикалық халықаралық дәрежеде жобалар жасадық. Сұңқарда 7 жыл уақытым кетті, осыған барын салдым. Мен үшін осының кесірінен өзімнің жеке өміріме де көңіл бөлмейтін Сұңқарға бас қасым етіп кеткен болады. Қазір Сұңқардың кабинеті де тікелей өзімнің инициатива осы балдардың қолдауымен жүзеге асқан. Всегда бір нәрсені өзгерткім келеді. Давайте осылай болсын. Бақылаулардың бәрін алып тастайтын. Сол форматта жүрдім.
Сендер когда бір нәрсені жасауға тырысқан кезде, сіздер әдейі айттыңыз, кетпеймін деп. Заң бойынша кетпеуге болады, бірақ әдейі айттым. Өйткені мені кеткен адам ұқсап қабылдамасайды. Бүгін яғни енді араларыңызда білген адамдар да бар, бірақ көп емес, бірақ көбіңіз білмейтінсіз. Мен всегда сендерге, давайте бұны болмасын, ертең ұят болып қалмасын, мықты болыңдар деп айтатын сол себепті. Ертең, достар, ұятқа қалдырмаңыздар. Әркімнің өз аманаты бар. Мен өз аманатымды лайықты түрде орындадым деп білемін. Сіздермен енді соңғы 2 жиналысым болды. Құдай қаласа. Келесі жиналыста жаңа төрағаға сайлау форматында сайлаймыз. 20-сы болмаса 21-і қазу деңгейінде жаңа төрағаны сайлау конференциясы өтеді. Барша мен үшін жүрген, команда үшін жүрген, Сұңқар үшін жүрген, өзімнің ең бірінші орынбасарлар мен көмекшілеріне шексіз алғыс білдіремін. Рахмет. Всегда кен құрметпен, қошеметпен жасауға тырыстым, достар. Қазіргі немде сіздерге еңбек қатты байқасаңыздар барлығы дисциплинамен жүрді, көп нәрсені айтпасақ та түсінікті. Мен барлық айтқан сөздерімді жай әңгімелесу форматында айттым. Келесі не сіздерде? Өзімізге артылған аманатты жүкті қолымыздан келгенше өз деңгейінде жасап шығуға тырыстық. Команда жинақтауға тырыстық. Бірінші курстармен, қазір екінші курстарға солармен команда жинақтауға тырыстық. Олар мықты болса екен, келесі жыл кәдімгі Сұңқарды бізден кейін алып жүретін, көтеріп жүретін солар ғой деп, барынша бір-бірімен дос болуына, жақсы араласуына көңіл бөліп, Сұңқар академиясын ұйымдастырып, солармен бірге жүріп, бірге күліп, бірге ойнап, бірге үйретіп, солай өзімізде дамып, тура сол секілді не қылдық, дамыдық. Және де осы Сұңқарда қазір көбі айтады, сол бұрынғы езді мықты деп бізге қарап үлгі алып, үлгі тұтып жүреді екен. Соның естіп, соны көріп, бізде мақтанып, қуанып, не қылып қуанышымен бізде де үлгі тұтатын адамдар бар екен деген секілді. Өзіміз этабымызға қарайтын болсақ, бірінші курстағымен қазіргі деңгейіміз әжептәуір өскен, ешқашан бір деңгейде тоқтап қалмаймыз, алға қарай ұмтылатын, кәдімгі сондай деңгейге жетіп бара жатырмыз. Осы алдыңғы жылы СД-ға кіріп, осы Бағдәулет Баймаханның арқасында көптеген дүниелерді үйрендік. Адамның алдында, менде мысалы үшін төраға болғанмен, команданың алдында сөйлей алмайтын едім, кәдімгі былай сөйлеп жүрем, но қысылам, сөйлей алмай қалам, ойымды жеткізе алмайтын едім. Барлығын үйренді, кітап оқып, мен бұрын кітап ашы оқымайтын едім. Осы СД-ға кіргелі бері кітап оқып, 3 кітап бітірдім. Сол секілді әрқашан дамып, бір жерде тоқтамай, біз өз деңгейімізде алып шықтық деп білемін. Сіздерден осыдан кейін артылған үмітті, жүкті өз деңгейінде одан да мықты етіп, Сұңқарды төменге түсірмей, жоғары қарай әрқашан көтеріп жүретін, біз сіздерді көріп, біз жинақтаған команда ғой, біздің балдар ғой деген секілді мақтанып әрқашан солай жүре берейік. Рахмет сіздерге. Қайырлы кеш, құрметті достар. Жиналыстың осындай өкінішті нотамен аяқталып жатқан әрине өкінішті, бірақ әр бастаманың өзінің аяғы болады деген осы. Әркімнің өзінің уақытысында, өзінің уақытысында кеткен дұрыс деген бізде ой пікір қалыптасқан. Бұны да бізге естідік. Алдынан бері бізге де қатты қимастық болды. Біздің өзіміз кеткенімізде, бізде әлі жүргіміз келеді, бірақ қимастық орта. Жаңа поколение келу керек, жаңа леп келу керек, жаңа дүние келу керек дегендей. Алдағы артылған енді кім тағайындалса да бүкіліміз лайықты деген ойдамыз. Лайықты түрде алып шығады деген ойдамыз. Кім болса да толықтай көмектеседі, қол ұшын созады, қолдайсыздар деген ойдамыз. Осы тұста енді Бағдәулет Баймаханұлының жасаған жұмыстарын ешкім елемес емес. Шынымен де карантиннен кейінгі активистика Казгуда өте қиын болды. Шынымен өте төмен деңгейде болды, сол деңгейді жоғары алып шыққан осы Бағдәулет Баймаханұлы үлкен алғыс айтамыз. Шынымен тарихта қалатын төрағалардың бірі болды деген ойдамыз.
Қайырлы кеш, құрметті көшбасшылар, құрметті сұңқарлықтар. Енді ең соңында ең кішкентай біз байқасаңыз совет директорының өзі сондай жаспен қарап ең еркес кенжесімен да. Еркелеп отырсың. Жалпы бүгінгі енді өкінішті нота деп жатыр ғой. Өкінішті нота емес, былайша алғанда біраз қуанышты. Жалпы бұл өкінішті емес, шынымен де өте керемет нотамен бітіп отқан жоқ әлі. Бұл деңгей ары қарай кететін нәрсе. Бақдәулет Баймаханұлы өзінің орнын енді 2 аптадан берсе де, сұңқар деген атмосфера тұрады. Және де осы біз мысалы осы мен өзімде төраға болған кезде, Бақдәулет Баймаханұлы төраға болған кезде, мен де филфакқа төраға болып кеттім. Мен командаға көшбасшылар академиясы төрағаларға да барлығына Бақдәулет Баймаханұлы қосқан болатын. Алдында оған дейін жалпы бізде жүрдік қой, ар жақта мен де төраға болып келген кезде шолаған орнынан кетіп жатып, осындай бір қоштасулар болып жатқан, мен де осы жаңадан түсінбей отқан кісілер болса, мен де тура солай жатқанша не отыр деп. Сөйтіп келдік қой енді. Жалпы сұңқар деген бұл орта Казгуда мен дипломымды жұмысқа кірсем деп, мен дипломнан бөлек диплом алып шыққан ортам шынын айтайын. Өйткені осы сұңқарда жүріп көрінді, көрсеттік, және де мен диплом қараған да жоқ, даже мен ішкі нем әлі факультетте жатыр, оны алған да жоқпыз. Бірақ диплом бітірген деген немен, осы ненің арқасында активистика, осы белсенділіктің арқасында жұмыс, сұраныс, осының барлығына рахмет айтамын. Өйткені осына керемет нетворкинг, керемет орта қалыптастырған ортада жүргенімге өте алғыс айтамын. Өйткені бағана Олжас айтып отыр, кітап оқып үйрендім, мынандай үйрендім. Бізде де тура сондай тура көзқарас, тура жолға үйрену, тура мағынада сөйлеу, тура дұрыс нәрсе жасау, дұрыс проекттер ұйымдастыру. Одан кейін жалпы алғанда менің қазір ортамда өз сұңқарлықтар, шынымен қарындастарымда, қасымда жүреді ылғи, әнілерім депті, оның барлығы сұңқардан шыққан өте жақын. Қандай қуанышы болсын, қандай қайғысы болса да бірге алып шығуға тырысамыз. Қандай менің де қиыншылықтарым, қандай поддержка керек кезде жанынан табылған, сол сұңқарлықтар үлкен алғысымды айтамын. Осы 4-ші курсты бітірдік, бітіргеннен кейін де бізде андай болып қалды, сентябрьде келеміз, магистратураға түсамай қалдық. Дайындалмаған өзіміздің кінәміз. Дайындалыңдар деген, сол дайындалмай қалдық. Сол кезінде бірақ, любой время қазір келген кезде сұңқарды келесің, сұңқардың кабинетіне келесің, рахат шымен дейді. Бағана бәкең видеосын естігенде барын өте анық қарап шықтым, шымен де сағынышым қатты болып кетті да. Кәдімгідей көзге еркек болғаннан көзімізге жас шықпады, но еріксіз келетін де сәттер болды. Тура осындай ортада болғаны бақыттым. Сіздерге үлкен алғыс. Енді бізде Бақдәулет Баймаханұлымен бірге кететін топпыз. Сондықтан сіздерге шын алғысымды айтамын. Әрбір орта, әрбір жүрген бұл дүниедегі ортаң сенің бейнеңді, шынымен де, егер басқа жақта жүрсең, сен қайдан шықтың, сұңқардан шықты, кез келген осы ортаны көрсетіп, мен тани алады да, значит, сұңқар осындай болған, значит, Тидарда бір нәрсе бар, перспективте бір нәрсе бар, толғыда жоқ болса да. Ойнап отыр, екеуміз шынымен де қазір 24-те жеті, біз сұңқар. Енді Ырысбек екеуміз шынымен де қазір Ырысбек бергім. Бұл енді Қырғызстан алып келген. Ал өзім арнайы сыйлық беріп, Құдай қаласа бүкіл медаль алар. Рахмет. Сіздер мақтана берді деп айтып ойламаңыздар. Сіздер шынымен негізінде осы езді бірінші езі болып таныған осы деп бастар ғой. Кәдімгідей ауызбіршілік қатты барда әлі де бар. Бұрын не кезінде жиналыс бір нәрсе болған кезде кеттік езі болып тамаққа барайық десе де бір адам болмаса біз барғымыз келмей қош кейін бара салайық та, сосын бара салайық та деп, или болмаса кәдімгідей сабақтан қалып, мен өзім де сондай болған, уақытын прям езіға арнап деген сияқты сондай ауызбіршіліктерін солай ажырамасын. Біздің тағы бір айтатын, енді сұңқарда бұрын біз 1-ші курс кезде осындай 4-ші курста қоштасып жылаған кезде мен жылағам, осыдан соң сұңқардың не болады екен жағдай деген сияқты. Сосын барып орнына адам керек деген сияқты, бір адамның орнын бір адам алмастырады ғой.
қанша алмастырады ғой сол енді қанша басты нәрсе сол мен всегда айтамын ғой ең басты сұңқарды жақсы көріңдер, адал болыңыздар деген сияқты. Сұңқардың төрағасы ауысса да, адамдар кетсе де сұңқардың идеологиясы мен құндылығы ол өзгермейді. Ол сіздердің өздеріңіздің қолдарыңызда. Сондықтан тек сұңқарда адал адамдар болған дұрыс. Қазірден бір арам ойланыңыздар кете беріңіздер. Тек адал адамдар сол идеология мен құндылық бәрі ол өзгермейді. Ол бұрыннан 23 жыл болды ма келе жатқанда, одан кейін де біз кеткеннен кейін де басқа сіздер кеткеннен кейін де ол бәрібір қалатын нәрсе. Сұрақ болған, ойлана келе Сұңқардың су жаңа төраға орынбасары ретінде биология және биотехнология факультеті төрағасы. Келесі кезекте бізде филология факультетінде үлкен бір үрдіс болғанымен жаңа бір команда қалыптасып келе жатқан секілді. Сейіткерім саған 3-ші курссың, бірақ саған сеніммен кәсіпорын төраға орынбасары болып Оңғарбай Сейіткерім. Алдағы уақытта сіздерге сәттілік бұйырса, үлгере алмай қалдық. Жақсы, рахмет. Келесі кезекте мен алдағы уақытта ең үздік студент жобасын Рахимаға берсем қатарларым 4-ші курс болады ғой деген сөз еді негізі. Мен сол кезде де Дина жылап келген кезде айта алмадым, бірақ жауабы осы еді Динасы. Ренжімеңіз. Ғанибетке де сол ғанибет ертең. Ренжімеңіз. Социальный эксперимент көрсетейін. Сол сияқты ол жүрмесін. Енді рұқсат болса, факультет төрағаларынан Сұңқардың төрағасына ұсыным ретінде дауыс берсек, тек кандидат ретінде ұсыныс. Қысқа нұсқа айтсақ.